Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті химия және химиялық технологиялар кафедрасы флотациялық реагенттер және олардың қолданылуы пәні. Біз бұл бірінші дәрісімізді жалғастырамыз. Біз флотация реагенттердің тағайындалуы және олардың классификациясы дәрісімізді бастаған болатынбыз. Яғни біз алдыңғы сабақта сіздермен флотореагенттердің жалпы сипаттамасына тоқталған болатынбыз. Біз сіздермен осы дәрісті жалғастырамыз. Осы дәрісте біз сіздермен көбіктүзгіштер туралы, активаторлар туралы айтатын боламыз. Көбіктүзгіштер. Көбіктендіргіштердің мысалдарына спирттер, фенолдар, кризол, терпенол, қарағай шырша, эвкалипт майы, ауыр пиридин негіздері, ең тиімді құрамында полярлық топтардың бірі бар қосылыстар. Ол гидроксил топтар, карбоксил топтар, карбонил топтар, амин топтары және сульфа группалар жатады. Кеннің құрамына және қойған мақсатқа тәуелді бір қосылыс әртүрлі тағайындауына ие болуы мүмкін. Мысалға, тотыққан кендердің флотациясына күкірт натрий сульфидизатор ретінде қолданылады, ал сульфид кендерінің флотациясына басқыш ретінде, яғни депрессор ретінде қолданылады. Сұйық шыны бос жыныстардың басқышы, ал шламдардың пептизаторы болып қолданылады. Осы себептен бір реагент әртүрлі топтарға жатуы мүмкін. Флотациялық реагенттер жинағыштарға, көбік құрастырушыларға және модификаторларға бөлінеді. Осы депрессорлар, яғни жаңа айтып кеткендей, басқыштар, басқыштар, ол минералдың бетінде ерімейтін гидрофильді пленка түзілуіне байланысты. Реагенттердің депрессиялық әсер ету механизмі болуы мүмкін, және бұрын адсорбцияланған коллектордың минерал бетінен ығыстыруына байланысты. Енді өз функцияларын орындамайтын активаторлар мен жинауыш реагенттің әрекетін байланыстыра алады. Ең көп қолданылатын депрессорларға, органикалық депрессорларға нелер жатады? Ол крахмал, желатин, декстрин, желім және карбоксил метил целлюлозасы жатады. Ал бейорганикалық депрессорларға әк, цианиттер, натрий, кремний фториді, хромат және калий бихроматы, тиосульфат, натрий силикаты жатады. Бұл ең көп қолданылатын депрессорлардың түрлері. Активаторлар, яғни активаторлар басқыштар, яғни флокулянттар және орта реттеушілер, яғни оның сутек көрсеткішінің өзгеретін реагенттер модификаторлар тобына жатады. Флокулянттар бос жыныстарды депресстерлеуге, яғни басуға, шламды бөлшектерінің флокуляциясына және қоюлату үрдісінде қолданылады. Су шекарасында минерал бетімен әрекеттесіп, соның нәтижесінде ауа көпіршігіне жабысуын тездететін реагенттерді біз жинағыштар деп атаймыз. Және де бір рет қайталап өтейін балалар, яғни су шекарасында минерал бетімен әрекеттесіп, соның нәтижесінде ауа көпіршігіне жабысып, тездететін реагенттерді жинағыштар деп атайды. Жинағыш реагенттер ретінде кейбір органикалық химиялық заттар қолданылады. Көбіктендіргіш флотореагенттер ретінде гетерополярлы органикалық заттар қолданылады. Молекуланың аполярлы радикалы ауаға бағытталады да, ал полярлы тобы суға бағытталады.
Модификаторлар дегеніміз балалар минерал беттерінің сулану қабілетін өзгертетін және жинағыштардың таңдаулы жабысуына әсер ететін органикалық немесе анорганикалық заттар. Тағайындалуына сәйкес модификаторлар келесі топтарға бөлінеді. Басқыш реагенттер, депрессорлар, жаңа айтып кеттік сіздермен, минерал беттерін суландыруын арттырып, жинағыштардың жабысуына кедергі жасайтын анорганикалық химиялық заттар. Келесі активтендіргіш реагенттер. Ал балалар, осыны сіздер түсініп алыңыздар, жаттап алыңыздар. Тағайындалуына сәйкес модификаторлардың бөлінуі төртке бөлінеді екен. Басқыш реагенттер, активтендіргіш реагенттер, ортаны реттегіш реагенттер, флокулянттар. Активтендіргіш реагенттер дегеніміз, олар жинағыш реагенттермен нашар әрекеттесетін минерал бетін өңдеу үшін қолданылатын анорганикалық химиялық заттар. Ортаны реттегіш реагенттер. Ол пульпаның сутек көрсеткішін өзгертетін сілтілер, қышқылдар, әлсіз қышқылдар мен күшті сілтілердің және күшті қышқылдар мен әлсіз сілтілердің тұздарын айтамыз. Флокулянттар. Ол ұнтақ түршіктерді біріктіріп, ірілету үшін қолданылатын жоғары молекулалы органикалық қосылыстарды айтамыз балалар. Бірінші дәрісімізді біз келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Келесі сабақта біз сіздермен пульпаның сұйық фазадағы флотореагенттерінің күйімен танысатын боламыз балалар. Яғни ол жерде флотациялық пульпаның сұйық фазасы мен реттеуші реагенттерінің әрекеттесу үрдістері қалай жүргізіледі. Сонымен біз осы бірінші дәрісті келесі сабақта жалғастыра келе, осы тақырыпшаға тоқталатын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.